Ассалаумағалейкум ағайын. Біз Магнумдамыз. Бүгін 11-ші рейс. Аллаға шүкір 65 отбасыға апарамыз бүгін. Қазір бәрін алуға тырыстық. Өздеріне Елжан деген бауырымыз. Елжан, қандай шай? Ассам шай. Ассам классический, машалла, осындай 65 штук алып отыр. Тиіп отыр. Бүгін бізге қосылған Мият деген жігіт. Қашпа Мият. Асу әдеттегідей, Ернар әдеттегі жігіттер. Алейкум ассалам. Мұнда қанша болды? 60 болдық, 500. 60. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 60 и 65, е? Соны 65 дайы болды. Магнум қызметкерлеріне бәріне Алла разы болсын. Көп жасасын, көмектесіп жатыр. Жақта Ольга деген директор бар. Сол кісіде алдын ала біз бір күн бұрын біз оларға айтып қоямыз, мысалы 65-70 адам деп, 70 отбасыда. Соларға мысалы күріш, қант, одан кейін горох, кәмпит, печенье, соның бәрін алдын ала бізге дайындап береді. Негізі ешкімге олай жасамайды екен. Бізге сонда исключениені қайырылып қойғаннан кейін жасап береді Алла үшін. Қарындасымыз санап отыр. Қыздар бәрін ограничениені өткізіп, арзан қылып отыр бізге бағаны бәрін. Міне бәрін алдық, енді тиіміз Алла қаласа. Biz ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Әр отбасыға 2-2 маскадан пакетке салып отыр. Әр отбасыға 2-2 маскадан міне тағы. Кеше қалада бір бауырымыз хадия қылды 500 маска. Сол 500 масканы ақырын таратамыз. Ынтымақ береке шалқыған ырыстан, келеміз бірлікті шығармай туыстан. Егемен еліме түтіні тік ұшқан рахмет. Біз бәрінде жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз, бір тұтас келеміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз біз, ертеңге Ал ағайын, бәрін біттік. 65 отбасыға тамақтарын жеткіздік. Аллаға шүкір, бәрі ризашылығын білдіріп отыр. Алла разы болсын баршаңызға. Біз тек қана поставщик. Сіздердің жасырын садақаларыңызды жеткіздік. Діттеген жерге. Барлықтарыңызға Алла нұр жаусын. Жаннатта кіргізсін Алла тағала. Асу екеуміз міне қайтып бара жатырмыз. Асу, Алла разы болсын. Амин. Маскасын шешмейді өзі. Аман болыңыздар.